Әйел ерге ұсынып адаласын, ер әйелді бағым деп бағаласын. Отбасы мықты болса, отан мықты, аралап жүрген сөз ғой ел арасын. Әр ошақтың түтіні түзу шықса, бақытты байтақ отан бар алашым. Шалқар радиосының эфирінде өнегелі отбасы хабары. Ұлттық радио желігіне жаңадан қосылған барша тыңдаушыларға қайырлы күн дейміз. Эфирде өнегелі отбасы хабары. Бағдарлама барысында дыбыстық қадағалап сізбен бізді байланыстырып отыратын әріптесім Балым Батқанқызы, микрофон алдында Ақбота Қанайқызы. Дулат Бабатайұлы және қазақ отбасы бүгінгі бағдарламамыздың бас тақырыбы осындай. Ардақты ағайынды, егерде бағдарлама барысында ой туындап жатса немесе қонағымызға қояр сауалдарыңыз болса, біздің 55-33-66 байланыс нөміріне хабарласыңыздар дейміз. Студиямыздың бүгінгі қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза, тұрақты қонағы десе де болады. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Дулат Бабатайұлы, ол 1802 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Сандықтас өңірінде дүниеге келгендігін бәріміз білеміз. Жырау алғыр, зерек болып өседі жастайынан. Жасында ауыл молдасынан оқып арабша хат таниды. Ал 1880 жылы Қазанда жарық көрген Өсиетнама деген жинағына ақынның замана туралы толғаулары енген екен, Жалпы адам баласының жалпы өмірінің мәні бақытқа үнемі талпынумен күн кешеміз, Ал сондай шын бақыттың негізі осы отбасында қаланатындығын бәріміз білеміз. Ол айтылып та келеді. Отбасы дегеніміз жалпы ерлі зайыптылардың бірге өмір сүретін ұясы. Енді сол Дулат ақын ағамыздың отбасы туралы толғауларына тоқталсақ. Бәрекелді. Жалпы Дулат Бабатайұлы бұл Абайдың ұстазы. Абайдағы адасқан күшік секілді, өңіреп жаңағыдай адасып жұртқа қайтқан ой деген мәселе, осы ойлардың барлығын осы Абай Дулаттан алған. Енді Дулат туралы айтатын болсақ, бұл кісі төгіліп тұрған жыр, терең ой, әсем тіркестер, және ең бастысы өз мінін жасырмайтын, халқына жаны ашыған, халықтың осы бұзылып жатқандығына қатты қабырғасы қайысқан ақындардың бірі. Негізі Дулаттың өмір сүрген кезеңі бұл Ресей отаршылдығының әбден дендеп кірген кезі. Сондан Дулат ақын ретінде осы құбылыстарға бей-жай қарай алмайды. Жалпы Дулат туралы айтатын болсақ, Дулат өзі туралы айтады: тегімді менің сұрасаң қалың найман нуынан, жырымды менің сұрасаң сары алтын буынан, сырымды менен сұрасаң тұманның тұнық суынан, кеудеме қайғы толған соң тұнық жырмен жуынам, сорғалаған нөсердей жырын тыңда Дулаттың дейді. Сонда Дулатты Дулат қылып тұрған, оның осы сары алтынның буындай болған, тұнық тұманның суындай болған осы жырлары. Сол жырлардағы ақиқаттың жаңағыдай асыл ақиқатқа негізделген, көмкерілген жырлары. Өйткені жыршылар жалпы көп, бірақ Дулаттың шоқтығы бөлек. Неге? Өйткені Дулат шындықты айтады. Енді осы отбасына келетін болсақ, Дулат осы жалпы қазақ отбасының бұзылғандығы туралы айтады. Қазақ отбасындағы жағдайдың нашарлағанын. Неге? Өйткені отарлық жүйе ең бірінші ол қазақтың хандық жүйесін жояды 1822 жылы указбен. Одан кейін біртіндеп дала заңдары, жаңағы 40 қызға 40 үйден тыйым, 30 ұлға 30 үйден тыйым деген сияқты дала заңдарда бұзыла бастайды. Қыз шешені тыңдауды қояды, бала атаны тыңдауды қояды. Осы Дулат мұсылманның айнасы дейді. Осы Дулатты айна қылып біз қазіргі кезде қарай аламыз. Біздің қазақ қоғамы қаншалықты өзгерді сол кезде. Жалпы біз қазіргі кезде көбінесе қазақ қыздары бұрын жалпы ет ашылады деген ұғым бар қазақта. Қазіргі кезде көп адам түсінбейді. Ол ет деген біз қазір жейтін ет деп қана оқып қалдық қой. Негізінен ет дегеніміз адамның әуреті. Қыз баланың жалпы шариғат бойынша беті
алақаны тобықтан төмен аяғы ғана ашық болуға тиіс болған. Сонда қазақ қыздары бұрын дамбал киген екен. Қазіргі кезде біз дамбал десек, біз тек қана ата-апалар киетін сияқты. Өзбектің қыздарын, түркменнің қыздарын елестетеміз ғой, иә. Мысалы алпамыс айтады ғой, бадамшы айтады ғой, алпамысқа диванаға дамбалымның бау алтын дейді, тісіңмен тістеп шешей дивана дейді ғой. Сонда көне жырларды қарасаңыз, осы дамбал деген сөз жиі кездеседі. Біз онда қазіргі кезде біздің мысалы осы дамбал деген сөзді біз бір ұят сөз деп қабылдаймыз. Шынымен бұл қыздың әуретін жауып тұратын нәрсе екен. Сонда Дулат Бабатай айтады, шешесі айтса кейін деп, жеңгесі дейді, күземе байтал кекілді. Жалпы мына қыз баланың шашын күзеуі осы кезде басталған екен. Сіз қараңыз, 19 ғасырда. Сонда Дулат Бабатай айтып отыр, күземе байтал кекілді. Жетеген түйе секілді, яғни көрінген көне беретін қыздар пайда боласты. Жетеген түйе секілді. Шешесі айтса кейін деп, жеңгесі айтса бейім деп, дамбалын тастап қыз кетті дейді. Сіз қараңыз, сонда бұл 19 ғасырда шындығы. Сондан қазіргі кезде мынау қазақта бір сөз бар ғой, ер адам сөйлесе жол ашылады, әйел адам сөйлесе ет ашылады дейді. Көп адам енді осыны түсінбейді, ол не ет ашылады дейді. Сонда бұл мынау ылғи біз хабарларымызда айтып жүрген қазақтың бұл асыл қағидалары, ұлың ынтығы бөлсін, қызың тұншығы бөлсін дейді. Жалпы мынау тәрбиеге байланысты. Қыз бала негізінен тұншығып жаңағыдай бүкіл ішкі сырын жаңағыдай әдеп сақтап, күлсе де тарқылдап күлмей, ақырын ғана жымиып, бүкіл сырын ішіне сақтап, соны іші нұрланып жүру керек еді. Ал енді ұл бала керісінше оны сыртқа қарай шығарып энергиясын ұмтылып, үнемі жаңағы ынтығы өсу керек екен. Сонда Дулат Бабатайұлының осы айтып отырған ойлары өте бір бізді сондай жақсы ойларға жетелейді. Неге? Өйткені қазір бір тәуелсіздік алғаннан кейін әсіресе үй ішінде әйелдеріміз, өзіміздің жұбайларымыз мысалы сол етін жауып, сол дамбал киіп жүру керек сияқты. Неге? Өйткені бұл шариғат. Қазіргі кезде көп әйелдер айтады, ыстық дейді. Шын мәнінде мынау біз арабтарды көресіздер ғой, арабтар неге ұзын киеді? Өйткені шын мәніндегі ұзын киім, кең киім бұл жаңағы ауадан қорған жасап ыстықты өткізбейді екен негізінен. Және бұл ұзын қыз баланың осындай ұзын киюі, шалбар киюі, дамбал киюі, бұл оны болашақ ана ретінде суықтан сақтап, және ең бастысы ол әурет, бұл еркектердің қуатын сақтап алуға өте пайдалы екен. Неге? Өйткені еті жабық жүрген, жаңағы өзін жарын көрген еркектердің қоғамда қуаты артып, ал еркектің қуаты деген қазір өте актуальды болып тұр. Неге? Өйткені қазақтың саны өсу үшін еркектер қуатты болу керек. Әйелдеріміз сол бұрынғы жаңағы Дулат айтып кеткен, тастап кеткен дамбалдарын қайта кию керек сияқты. Сол заман соған келіп тұр қазір. Оны ұялатын еш нәрсесі жоқ. Неге? Біз ешкімге де еліктемеуіміз керек. Батысқа да, шығысқа да, Жапонға да, Қытайға да. Біз өзіміз қазақпыз. Қазақ сияқты өмір сүру керек та. Өйткені біздің бабаларымыз солай өмір сүрген. Кейбіреулер айтуы мүмкін, ол біздің қазір заманға келмейді деп. Мен далада дамбал киіп айтып отырған жоқпын. Адамның өмірі жартысы далада өткенмен жартысы үйінде өтеді ғой, мысалы. Демалыстар бар. Қазір мысалы жазғы демалыс келе жатыр. Міне осылардың бәрін ескеріп, осы Дулат Бабатайұлы шында бізге үлкен айна болып отыр. Ардақты ағайыны, бүгінгі тақырыбымыз Дулат Бабатайұлы және қазақ отбасы. Осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің айтар ойларыңыз болса, қонағымызға қояр сауалдарыңыз болса, 55-33-66 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Бүгінгі студиямыздың қонағы Омар Жәлел мырза, филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым. Жалпы Дулат Бабатайұлының өсиеттері туралы айтып өтсеңіз аға. Енді мынау жалпы Дулат Бабатайұлы өзінің ұлына өсиет қалдырған, сонда ол өзінің ұлына айтқан өсиеттерінде осы менің айтқан ақылымды төкпей шашпай көңіліңе дөп құйып ал дейді. Оның соны өсиеттерінде негізі бұл енді мынау Абайдың өлеңі бар, не дейді, сыпайы жүрді шара ойла, даңғы ойланып қақтықпа, қолдағымды қорғап бақ, мал арзан деп аптықпа, адалдан тапқан тиынды салда сақтық қапшыққа дейді. Дулат тура осы ойды Дулатта айтып отыр. Айтады баласына, сен құрбыңнан сый көрме дейді. Неге? Өйткені жаманнан сый көр, басың қатып жүрмесін дегенде. Қазір көп адамдар сый жасауға дайын тұрады, бірақ сол
әрбір сыйдың түбінде бір борыш жатады да. Иә. Соны ескертіп отыр. Екіншіден, сен дейді, мына тізгінді қымтап ұста дейді, жаңағы Абай айтып отырған даңқ ойланып қаптық па деген, тізгінді қымтап ұста. Мынау не дейді? Тарпанға мініп алдыңа бесік өңгергендей байқап жүр дейді. Сіз ойлаңыз, тарпан деген жылқының жабайысы. Сол оған бесік өңгермейді түгілі жай мінудің өзі қауіпті. Ол кез келген кезде сен лақтырып кетеді. Сол сияқты мынау сақтық жайын айтып отыр да. Тарпан мініп алдыңа бесік өңгергендей. Сіз ойлаңыз, алдыңызға бесікті жай құр бесік өңгермейсіз, баламен өңгересіз ғой. Міне сол баласына осындай өсиет айтқан. Яғни мынау сосын бізде мынау қазіргі кезде көптеген бір жағынан қазір мен қарап отырмын, осы бізде қазір қымыз сатылып отыр ғой, мысалы. Көп адамдар айтады, қымыз неге сатылу керек, қымызды қазақ сатпайды, қымыз деген ол тегін берілу керек деген сияқты. Қымыз ішуді, бірақ Дулат Бабатай айтады, қымыз ішіп қыдырып дейді, қымыз берген адамның сөзін сөйлеп, ақ пен қараны айырмайтын адамдар пайда бола бастайды екен. Сонда былай қарап отырсаңыздар, бір жағынан мен өзім ойлаймын, қымыздың сатылғанында бір әрине пайдасы да бар екен. Неге? Өйткені көп адамдар сол әйтеуір қымыз береді екен, кімнің қымызы бар екен деп үй аралап, жаңағы қымыз аңдып, өсек аңдып, жаңағыдай ақ пен қараны айырмай қымыз берген кісінің сөзін сөйлеп кету қаупі да бар екендігін Дулат бізге ескертіп отыр. Енді келесі айтатын нәрсе, қазір кейбір отбасыларға барсаңыз, қазақтың жаңағы қатындары деп айтайықшы, енді сөз әдейі айтып отырмын, неге оқырманның, тыңдарманның құлағы үйрене берсін деп. Өйткені мына Дулатта да, Абайда да бәрінде осы қатын деген сөз актив қолданылады. Біз қазір өте мәдениетті болып кеткен сияқтымыз, шынымен де мәдениетті емес, біз өзіміздің ұлттық құнарымызды жоғалтып алған сияқтымыз. Сонда Дулат айтады, арамзаны айтар көлгір деп, көргінсізден қыз алсаң үйіне қонақ қонғанда баласын ұрып қарғайды, жасыңа жетпей өлгір деп дейді. Бұл енді таныс картина. Шын мәніндегі кейбір ауылға барсан, жаңағыдай балаларын ұрып жатады қонақтың көзінше. Бұл өте сондай бір көргенсізден қыз алсаң дейді, баласын ұрып қарғайды дейді. Неге? Сонда жаңа жалпы мынау қазақ айтады өзі. Жалпы мынау әйелдің өзі құны, алған жарыңның құны немен өлшенеді дегенде, қазақ айтқан ол қонақ күтумен өлшенеді деген. Сонда ана қазақтың тағы бір мақалы бар ғой, әйел қонағын жаратпаса не баласын ұрады, не үй сыпыра бастайды дейді. Сондан бұл жерде керемет нәрселер айтылған. Сондан мен айтар едім, жалпы мынау қонақ мәселесінде, мысалы қазіргі кезде біз жалпы қонақ күтуді қиындатып алдық. Білесіз бе, неге? Өйткені қазіргі кезде, жақында осы біз Алматыда болған кезде, Ғани Бейсенбаев бауырымыздың психолог атақты сол үйінде қонақта болғанда, Бейсен Құранбек болды, Аманжол Рысмендиев, осы қазақ неге жақсылар бас қосқанда осы мәселені қозғадық негізінен. Қазақ қазір қонақ күтуді қиындатып алған екен. Неге? Өйткені әйелдер зар жылайды қонақта. Өйткені шынымен бас артық нәрселер көбейіп кетті. Мысалы, түрлі салаттар желінбейтін, мысалы, түрлі тәттілер. Бұлардың бәрі әйел адам тас түскен жеріне ауыр дейді, әйел адамға салмақ түседі, әйелі зар жылайды. Жоқ, өйткені қонақ күту үшін қазір кем дегенде 50-60-100 мың керек. Жаңағыларына. Бірақ жейтінің сонда шамалы ғана нәрсе. Сондан бұрын дейді, сол Ғанекең айтып отыр, бұрын дейді біздің үйден қонақ үзілмейтін дейді. Неге? Өйткені қонақ күту қарапайым ет дейді. Жаңағы ет асасыз, бауырсағыңызды пісіресіз, сары май қоясыз, қантыңызды қоясыз, болды шаруа. Неге? Өйткені бұл қонақ жаңағы мәзірін біз күрделендіріп жіберу қазақтың араласуына кедергісін келтіріп отыр. Соны бұны мәселе қылып көтеріп отыр. Сондан жалпы қазіргі кездегі әйелдер жаңағы зар жылайды қонаға келін десе, неге? Өйткені олар үй алады енді. Өйткені өлшем сондай болып кетті. Бұрынғы кезде қазақтар бармен базар, жоққа жүйрік жетпейді. Ең бастысы мәселе етте емес, мәселе ниетте деген жаңағы қазақи көңілмен жаңағыдай күтетінді қонақты. Қазіргі кезде бәрін біз дастарханмен өлшейтін болдық. Сен көңіліңе де ешкім қарамайды қазір. Егер сен сол шартқа толмаса, ешкім қонақ шақырмайды. Бұл дегеніміз араласуымызға біздің үлкен кедергісін келтіріп отырған өте кеселді құбылыстар деп мен ойлаймын. Енді жалпы мынау осы сонда қонақтың әдебі дегенде осы мәселелерді айтады. Енді осы жалпы мынау байлық туралы, кедейлік туралы біздің ұғымымызда біз совет үкіметі бізге мындай сананы сіңірді. Бай деген жаман, кедей деген жақсы деп. Ал енді мынау Дулат Бабатай жаңағы өзін таныстырған жырында айтады ғой, қайырсыз сараң малдыңды еріншек ерлі
еріншек есер жарлыңды. Елге емес сыйымды, парақор баспақ бейіңді улы сөзбен улаттым дейді. Сонда қарасаңыздар, кім жарлы болады деген кезде еріншек есер адам жарлы болады екен. Сонда қазір кездегі көп жарлы кедей адамдарды жаңағыдай аяуды қою керек. Неге? Өйткені олар неге ол кедей болып отыр? Өйткені олар еріншек, өйткені ол есер. Жаңағы өзінің несін санасы ашылмаған адам. Сондан енді кедейдің баласы жақсы бола ма, байдың баласы жақсы бола ма деген көзқарас бар ғой. Мысалы, шынымен де біз ойлаймыз, байдың баласының бәрі оңбаған, бұзылған деп ойлаймыз ғой. Шынымен де кедейдің баласы жақсы, өйткені ол асан мен сүндік деген жаңағы оқыдық қой. Сондай мысал болды ғой. Бірақ шынымен де Дулат Бабатай айтады. Бай адамның баласы 14-нен толысып, түрленіп туған аймен тең дейді. Ал қараңыз. Тамаша. Жарлы адамның баласы боран күнгі таймен тең. Сонда қарасаңыздар, неге байдың баласы, өйткені шынында байлық деген не? Байлық дегеніміз ол қаражат. Ол дегеніміз сен инвестицияңды балаңа салуға мүмкіндік аласың. Сен жақсы молдаға бересің, ақшаң көп болса. Жақсы күйшілерді, мысалы Абай сияқты, жаңағы Құнанбай сияқты, өзінің Біржан Салды бір ай күтуге жағдайың жетіп, балаң тәлім тәрбие алады, мысалы. Әрі балаң ешем нем жейім демейді, тек қана рухани тәрбие алумен өседі, яғни уызынан жарып өседі. Ал енді кедейдің баласы қандай дегенде, кедейдің баласы анаған тартса мынаған жетпейді, басына тартса аяғына жетпейді, қысқаға жеп көрмеуге келмейді, не дұрыс тәрбие алмайды. Неге? Өйткені көретіні, кедей болғаннан көретіні, үйінде естейтіні жаңағыдай ұрыс, жоқшылық, керіс, осының бәрі Дулат Бабатай айтады, ол боран күнгі таймен тең дейді. Ал боран күнгі тай қандай болады? Ол боран соқып тұрған кезде тайдың түрін қараңыз. Ол тай ғой, ол бес ат емес, айғыр емес, ол бүрісіп, құрысып, қайда барарын білмей, басқа көзге төпелеген қардан жаңағы бас ауған жаққа лағып, қаңғып жүреді. Қараңыз қандай образды айтып отыр. Сонда біз қазір кезде негізінен қазақ еріншектікті, есерлікті қойып, байлық деген жаман деген көзқарастың бәрін доғарып, біз осы 14-нен жаңа толған айдай түрленген балаларды тәрбиелейтін уақыт келді ғой деп ойлаймын. Оған дәлел, оған куә осы Дулат Бабатайұлының жырлары. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, Омар аға, әуе толқынына қосайық. Сәлеметсіз бе? Алло. Тыңдап отырмыз. Сауалыңыз бар ма, пікіріңіз бар ма? Сәлеметсіз. Сіздердің алып жатқан тақырыптарыңыз және келген қонақтарыңыз, тыңдап отырмыз сіздерді. Тақырыптарыңыз өте жақсы тақырып. Бірақ енді қазақтың отбасы десе, сәл бір нәрсе дұрыс емес болса, сол отбасыда осы әйел баланы кінәлаудан тегі қоғамда, ақын жазушылар да шаршамайтын сияқты. Бірақ мен өзім керісінше ойлаймын, негізі қазір жалғыз әйел ғана жауапты деп ойламаймын оған. Әйел сөйлемеу керек, еркек тұрған кезде әйел сөйлемеу керек, мен оған келсем. Бірақ сол еркектер бар ма деп ойлаймын да қазір. Сол еркектер бар ма? Қазіргі еркектер қыз сияқты. Шешім қабылдау бір түрлі, бір нақты шешімге келе алмайды. Ол енді өтірік емес, ол өзіміздің арамызда жолдастарымыздың, құрдастарымыздың қатарында көріп жатырық ондайды. Әйел сол кезде кішкене ақыл айтып, итермелеп соны, содан бұрын өзі жаңағы ойындағысын айтып, жеткізіп, соны істеуге өзі барып бірінші тірлікті бастамаса, ол еркекке ол жүре беретін сияқты. Мен ойлаймын, енді тек қана әйелге сол ауыртпашылықтың бәрін қойып қоймай, еркегімізді еркек сияқты болу керек деп ойлаймын қазіргі заманда. Мысалы, бұрынғы заман, қазіргі заман демейміз, енді ол қазір связка сол сияқты болып кетті ғой, қазіргі заман, анау заман. Заман емес, адам өзгеріп жатыр да, адам. Жақсы. Бірақ енді ол барлық кінә әйелде деп ойламаймын. Мен мысалы өзім ауылда келінмін, 10 жыл болды келін болғаныма. Шалбар киемін, өйткені шалбар кисек бір жерде отырып тірлік істей салсақ та бір жеріміз ашып қалды деп мысалы ойламайсың да, ата енең бар, қайның бар деген сияқты, қайнағаң бар. Ол шалбар кигеннің түк те ауыртпашылығы да жоқ, ол ыстық та емес. Ол
ода еш нәрсе жоқ шалбарда тұрған. Ол шалбарды киіп жұмыс істейсің, зато өзің еркін жұмыс істейсің да. Отырып істесең де, тұрып істесең де, еңкейіп сыпырсаң да, ешқандай неудобство өзіңде ыңғайсыз сезінбейсің дейсіз, иә? Рахмет, хабарласқаныңызға көп-көп, сіздің ойыңызды түсіндік. Енді бізге тағы бір тыңдаушы бар екен, бірден сауалын тыңдайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Айта берейін бе? Отырмыз, иә, айта беріңіз. Енді мына келген қонақ, студияда отырған қонақ айтты, семья туралы, кімнің рөлі қандай, әйел қандай, еркек қандай, оның бер жағында барлығы әйелге байланысты. Мына келген қонақты күту, сол жаңағы еркегі жоқта біреу келсе қонақты күтіп алсын деген пікірлер айтады. Енді ол пікірлердің ол айтуы дұрыс та, бірақ қазіргі ер адамдар барлық шаруаға өздері араласады. Мысалы, мен енді естіп көріп жүрмін әр жерден, білемін, енді 60-қа келіп қалған адаммын. Ер адамдардың көбісі айтады, мен жоқта үйге еркек келмесін дейді. Әңгіменің шыны керек енді, оны ашық әңгіме айтып жатырмыз ғой. Тіпті мені туғаным болса да келтіріп шай беру мен жоқта дейді. Үйге бір ер адам келсе, мысалы ер адамдар кіріп шығып, соны аңдып жүреді. Әйелін қызғанып. Қазіргі ер адамдардың іші толған қызғаныш, ашу, ыза кернеп тұрады. Енді бәрі деп айтпаймын, бірақ солай. Шындыққа келгенде көріп жүрміз оны. Сондықтан көбіне осы әйел адамдар өзінің жасауға керек нәрсесін күйеуінен батып жасай алмайды. Мысалы, шақырған жерге де сондай, көрші көлемге де сондай, көрші көлемге барса да, әнеге неге бара бересің, мысалы. Енді сондай әңгіме көп, енді оның бәрі ер адамдарға байланысты деп ойлаймын мен өз басым. Рахмет. Сізге де көп рахмет. Әйел затының құқықтарын қорғап, тыңдаушыларымыз өздерінің пікірін білдіріп жатыр. Омар аға, қалай ойлайсыз? Енді өте дұрыс айтып отыр. Жалпы мынау Абай атамыз айтады ғой, ойнашы қатын болса қар, аңдыған ерде қалар мар дейді. Сондан ол әйел егер бұзылам десе, ол мың жерден тосқауыл ғой, мың жерден қарауыл ғой, ол бұзылады. Сондан әйелді, тағы да бір жақсы сөз бар, жаңа әйелді ер сақтамайды, ары сақтайды дейді. Жалпы мен өзім ойлаймын, өмір сүргеннен кейін бұл сенісіп өмір сүру керек, сенім болу керек мысалы. Ал кім сенбейді әйеліне, ол өзіне сенбеген адам әйеліне де сенбейді. Сонда нәгі шалағын айтады ғой, ел жағалай қонған күні, қой сойып ақ мойнына тойған күні, сондай күндер болды. Сонда мысалы шалақын барғысы келмей отыр, тоқал алған, тоқал жас. Сонда шалақын айтады, 40 темірдің қылауы қосылған жер, өзіңе анық сенсең бар шығатын дейді. Сондықтан әйел адам ол өзіне сенімді болу керек та. Өйткені шын мәніндегі мынау еркектердің жаңағы әйелді қызғану иманнан ғой. Ал әйелдің қызғаныш шайтаннан дейді пайғамбарымыз хадистерінде. Сондан қызғаныштың да жөні бар. Мысалы, ол еркек адам неге қызғанады? Ол әйел оның ең жаңағы иманының жартысы дейді, ең асылың сенің. Оны қызғанбасаң, сен еркектің, пайғамбардың бір хадисінде айтады, әйелін қызғанбағандар бізден емес дейді. Мысалы, әйелін қызғанбағандар тозаққа кіреді дейді. Бірақ ол қандай қызғаныш, соны айыра білу керек. Қандай қызғанышты айтады? Ол қызғаныш, біреу егер сенің әйеліңе көз салса, біреу сөз салса, мысалы, біреу мысалы қырындай бастаса, сен қызғануың керек. Өйткені сен әйеліңді қызғанбасаң, отбасың бұзылады. Қазақша айтқанда, қарамасаң қатын кетеді, бақпасаң бала кетеді дей ме? Сонда ал енді егер әйел адам жұмыс істеп жүріп, сен оны әрбір қадамын қызғанатын болсаң, мысалы, ол ақымақ әйел болса, ол сен қызғандың не қызғанбадың, ол ретін табады. Сондан ол сенімге негізделу керек деп ойлаймын. Өйткені шын мәнінде жаңағы апамыз дұрыс айтып отыр. Қазіргі кезде көп еркектер жаңағыдай көрінген нәрседен қызғанып, өзінің қадірін кетіреді, өзінің өмірін ауырлатады, әйелінің өмірін ауырлатады. Ал енді қазақтың ата дәстүрінде жаңағы әйелің иманның жартысы дейді. Ол кез келген өзінің туған туысқандарында мысалы күтіп, қонақ қылып атқару, ол қазақ әйелінің мәртебесі, қазақ әйелінің ерекше статус деп ойлаймын. Сонда біз дәстүрден, өйткені бұл көшпелі қазақ қоғамында ол еркек адам ол айлап жолға шығып кетеді мысалы. Сапарға шығып кетеді мысалы. Сондан мен өзім ойлаймын, бұл қазақ әйелі өзінің бет бейнесін сол сақтап қалу керек қой деп. Әйел ерге ұсынып адаласын, ер әйелді бағым деп бағаласын. Отбасы мықты болса, отан мықты, аралап жүрген сөз ғой ел арасын.
әр ошақтың түтіні түзу шықса, бақытты байтақ отан бар алашым. Шалқар радиосының эфирінде өнегелі отбасы хабары. Арнамызға енді ғана қосылып жатқаны барша тыңдаушыларға қайырлы күн дейміз. Өнегелі отбасы бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Студиямыздың бүгінгі қонағы филология ғылымдарының кандидаты абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза. Тақырыбымыз Дулат Бабатайұлы және қазақ отбасы деп аталады. Ой пікірлеріңіз болса, біздің 55-33-66 байланыс нөміріне хабарласыңыздар дейміз. Біз бағдарламамыз әрі қарай жалғастырмас бұрын тыңдаушыны қоссақ бірден. Сәлеметсіз бе? Ассаламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Ассалаумағалейкум, қонақ кісіге. Омар ағамыз ғой? Иә, Омар ағамыз. Қояр сауалыңыз бар ма, пікіріңіз бар ма? Айта беріңіз. Енді ойымды айтайын деп едім ғой, Ау, жақсы. Омар ағаның ойы пікірі бәрі дұрыс қой, бұл кісілер енді зерттеуші, көруші, білуші дегендей ақырын барлығын көңілдеу жүректерін айтып жатыр. Осының алдында да бір-екі әйел заты, хабарласты. Енді әр жерде әр түрлі ғой, сол үшін қалай деп айтсақ, имани ғой, қазір дастархан халал болу керек. Кейбір жерлерге тойға барамыз, көріп жоқ қой барлығында. Мысалы, кейбір жерлерде қазір арақ шарап қояды. Мен ондай жерлерден қарсымын. Себебі ол жерде адамға белгілі ғой, ол жерде ол нәрсе болған жерде, ол жерде ұрыс керіс болады, әңгіме бұзылады. Кейбір көршілер шақырады дегендей, сондайдың арасында жүремін. Кейде мысалы үшін өзімнің үйге қонақ келсе де, мен сол қарағап отырамын да әңгімені өзім бастаймын. Себебі әңгімеге тартып, жақсы сөздерді айтып, сол танысуға бөтен кісілер болса, сол әңгімеге тартып, сондай әңгімелерменен сол отбасын, қонақтарды сөйлетіп, солай өткенді жақсы көремін. Мысалы, кейбір үйлерге барсаң, бөтен үйлерге барсаң, жырайып отырасың, я үй егесі бастамайды, я өзің не қылмайсың. Сонымен кейбір жерде кетіп қаласың. Сол үшін де барған жерлерде әйтеуір ашылып, танысып дегендей, отбасыңды, руыңды, қай жерден, қай елден екен дегендей, сондай нелермен әңгімелеп болсаң, нұр үстіне нұр ғой. Және сондай болып кете береді. Мысалы, жаңағы әйелдерді айтып отыр, еркектер анау дейді. Имани болса, ондай нәрселер болмайды ма, меніңше. Себебі қызғаныш не деген ол жаңағыдай арақ шарап бар жерде болады меніңше. Ол жаңағыдай имани бар жерде ондай нәрсе де болмайды, ондай егесі де жығылмайды дегендей. Сондай жағдайлар болып жататын. Дұрыс айтасыз аға. Көп рахмет хабарласқаныңызға. Келесі тыңдаушыны бірден қосайық. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Қайырлы күн. Мен сіздердің қонақтарыңызға бір сұрақ қояйын деп едім. Осы, мысалы, Омар аға ол кісі өткен кеткенді қазіргі заманмен зерттеп жүргендіктен, осы заманға сай, осы қазақтарға өзінің болмысын сақтап қалу үшін өзінің түпнұсқасын, өзінің дәстүрін, былай ой сана сезімін сақтап қалу үшін дұрыс бағытқа келешекке дамытсам, ары қарай болашаққа бет алсам деп сақтап қалу үшін не керек? Отбасында ең басты. Сол жайлы бір-екі сөз айтса. Рахмет көп хабарласқаныңызға. Біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырсақ, Омар аға алдымен тыңдаушылардың сауалдарына. Жақсы, мынау өте жақсы сұрақ қойып отыр. Жалпы мынау не керек деген кезде, жалпы мынау өзіміздің дәстүрін сақтауымыз керек. Негізінен біздің қазақтың дәстүрі ол біздің батырлар жырында, ғашықтық жырларында, ертегілерімізде, бәрінде қазақтың дәстүрі бар. Сондықтан мынау қазақ өзі адамдар екіге бөледі, жабайы адамдар дейді. Жабайы адам дегеніміз ештеңе оқымайтын адамды қазақ жабайы адам дейді. Жабайы жүрек дейді. Олар сол өзін білген, сол ақылмен өмір сүреді. Көрген сөйт, көсе түркен сөйт дейді. Өзінің жаңағы шайпау қатыннан, жаңағыдай арақ ішетін еркектен туған балалар сол әкесінен шешесінің көргенін қайталайды. Шынымен де кім әуезов айтқан ғой, бөлтірік бөрінің соңынан ақыл қылған ермейді дейді.
яғни инстинктпен ереді екен ғой. Сондан жабайы болмау үшін оқу керек. Мысалы мынау ұшқанда не көрсең, ұяда не көрсең, ұшқанда соны дайындалу керек. Мысалы ол батыр Қобыланды батыр, Алпамыс батыр, Қыз Жібек, осы дастандарды оқу керек. Сонда бәрі осы дәстүр тұр. Еркек қандай болу керек, әйел қандай болу, бала қандай болу керек, оқу керек. Алдымен өзін тәрбиелеу керек. Жабайы болмау керек. Ал енді қазіргі кездегі жаңағыдай ең жаман қарғыс, ол өзің білген тілін алмайды. Сондан жаңағы сұрақ қойған қарындасыма, замандасым болар бәлкім, айтар едім, сіз ол бір күннің бір хабардың жүгі емес, ол қандай болу керек, үлкен кешенді мәселе. Соны өзіңіз жалықпай, сол батырлар жырынан бастап өзіңіз оқысаңыз, өзі шығады. Ал енді әзірге барынша жаңағыдай өзіңіздің еріңізді, тұрмысқа шықсаңыз, еріңізді күтсеңіз, әдепті болсаңыз, аузыңызға ие болсаңыз, жаңағы иман келтіріп намаз оқысаңыз, дәрет алып үйренсеңіз, тазалықтан содан басталады. Мынау машһүр сұхбатымыз айтады ғой, дәрет алған әйелдің іші қуыс ыдысында кіршік болмайды дейді. Содан дәрет алып үйренбеген әйел оңбайды дейді, мысалы, таза болмайды дейді. Сондан осыдан бастасаңыз өз басыңыздан. Мен өзім ойлаймын, ақырын Абай айтады ғой, мүмін болсаң әуелі иманды бол, пендеге иман өзі ашады жол. Иман келтірсеңіз, иман өзі көрсетеді сізге қандай болу керек екендігін. Омар аға, содан кейін Дулат ақынның мына жаман әйел тақырыбын жекелеп алып сипаттаған, өткір сипаттаған жолдар бар ғой. Жаман болса қатының қонбасы айтқан ақылың, үйіңнің іші жау болып, отыңның басы дау болып деп келетін жолдары бар, иә? Енді бұл керемет берген, өйткені шын мәнінде осыны оқып отырып, мен енді осыны ел аралаймыз көп, мысалы. Ауылдық жерлерге барамыз, қалада да бар бұндай қатындар, мысалы. Ситуация өзгермегенін байқаймын мен. Сол қалпы. Өйткені жаман қатын ол 19 ғасырда жаман қатын, 20 ғасырда жаман қатын, ол 21 ғасырда жаман қатын сөз бе? Шын менде сондан не істеу керектен жаман қатын алмау керек. Өкінішке қарай, Дулат бабат айтады ғой, жаңағы бір өлеңде айтады жаңағыдай. Мынау қысқа мен ұзынды тең керетін дейді. Адам болмай қалды дейді. Қысқа мен ұзынды тең керетін, яғни соның парқын білетін адамдар болмай қалды. Сонда қазіргі кезде ең басты біздің қателігіміз, біз жақсы қатын қандай болу керек, жаман қатын қандай болу керек, осылай айыра алмай қалдық та. Қалай айыру? Қазақта бір сөз бар ғой, соқыр тауыққа бәрі жем дейді. Ол тауықты айтып отырған жоқ, ол көкірек көзі бітелген адамды айтып отыр. Біз қазіргі қатынды қалай таңдаймыз? Сұлу болса, фигурасы келіскен болса, құлап түсеміз, ала береміз. Ғашық болып қалдық дейміз. Шын менде ол ғашықтық емес, құмарлық. Қарта тойса боқса сөйтіп, ертең құмарлығың тарқағаннан кейін жеркеніп шыға келесің. Сосын жылайсың, қатыным жаман деп. Айналайын, егер өзің таңдай алмасаң, таңдай білетін эксперттерге жүгіну керек. Маған қатын таңдап бер деп. Бұрын мысалы қатынды ақсақалдар таңдап берген. Ол жастарға бұндай жауапты істі тапсырмаған, өйткені жас адам мас адам. Сондан Дулат бабат айтады, жаман болса қатының қонбасы айтқан ақылың, үйіңнің іші жау болып, отыңның басы дау болып, көп көзінше қыжыңдап, оңашада ызыңдап, құрбың келсе құрысып, көрінгенмен ұрысып, қайраумен тілің мұқалып, қалың өңің жұқарып, үйіңнің іші қоқырап, өмірден көңілің тоқырап, белдеу жаудан жаман жоқ дейді. Ащы да болса шындық. Шындық. Сонда мынау жаман қатынды Дулат Бабатайұлы белдеу жау дейді. Белдеу жау дегеніміз қандай мағына? Мынау бірде неге біз барғанбыз Алматыға тойға, сонда Шаншардың кім бар ғой, жүргізетін Шаншардың актері. Жігіттің аты кім еді? Шаншардың актері, сол кісі айтады, мысалы, мынау жаман қатын алсаңыз дейді, ол ұлы отан соғысы бар ғой. Ұлы отан соғысында жаумен соғыстық, мысалы, неміспен соғыстық, анаумен соғыстық. Оның бәрі айдадаға дейді, өйткені сен соғыста бір кезде атасың дейді, бір кезде окопта бұғып жатасың дейді, бір кезде дем аласың дейді, жауың босатып тастайсың дейді. Ал енді жаман қатын алсаңыз дейді, Уәлибек айтып отыр. Ол жаудан да бетер жаман дейді. Неге? Өйткені ол үнемі қасында дейді. Ең ақыры дейді, түнде оянып кетіп көзіңді ашсаң қасында жатады дейді. Одан құтылу жоқ дейді. Сондықтан соны ол енді әзіл адамы ғой. Айтып отыр, оны белдеу дейді. Белдеу дегеніміз мынау кигіз үй бар ғой. Сол кигіз үйдің жаңағыдай керегесін сыртынан таңып қоятын арқанды белдеу дейді. Негізі
қазақ белдеуге атты қашан байлайды? Жау жақын болғанда байлайды. Неге? Үйден шыға салып міну үшін де. Әдетте аттар кермеде тұрады, алыстау сәлейден. Мұны сондықтан бұл белдеу жау дегеніміз біттің деген сөз. Яғни не? Өмір бойы үнемі қасыңда, яғни сенің өмір бойы алысып кететін. Мынау ер жігітті қартайтатын, ер жігіттің негізінен өмірін қысқартатын осы белдеу жаулар екен. Енді біз пессимизмге салынып, ол Дулат Бабатайұлы тек қана жаман қатын қандай екенін айтқан жоқ, ол жақсы қатынның қандай екенін айтты. Сонда бүй дейді Дулат Бабатайұлы: жақсы болса алғаның, қызығы болар қызбен тең, тәттілігі тұзбен тең. Қараңыз, жаман болса алғаның, кірсіз көйлек кигізбес, жаныңа пайда тигізбес, астынан өткен сызбен тең дейді. Сонда қазіргі кезде егер еркегінің жағасы кір болып жүрсе, әйелге сын. Киімі өтіктелмесе, мысалы, қатын жаман деген сөз. Сондан қазіргі кездегі мына кез келген әйел өз үйінде, ол өйткені әйел ол қоғамға шықпайды, қоғамға шықпауы да мүмкін да. Еркек ол әйелдің баптап бәйге қосатын тұлпары ғой. Баптау керек. Неге? Өйткені қазақта сөз бар: ерін күткен әйел елінде күтеді дейді. Тамаша. Сондықтан елге қызмет ету үшін ол ерін күту керек, басқа нәрсені ойламау керек. Соны Дулат Бабатайұлы осындай керемет ойлар айтады. Енді мына аға, мына бәйбішенің сипаты туралы айтқан ғой Дулат Бабатайұлы. Бұл енді жалпы мына бәйбіше деген сөз өзі, бәйбіше ол көрінген адам бәйбіше бола алмайды. Қазіргі қазақтың қатынына бәйбіше десең шоршып түседі. Не, тоқалайын деп жүрсің бе деп. Яғни сондай бір қорқып үркіп қалған ғой. Шын мәнінде бәйбіше деген ол статус. Ол көрінген адам бәйбіше бола алмайды. Қандай статус? Бәйбіше болу үшін ол байдың менеджері ғой. Бүкіл байдың тапқан малын ұқсатып, дәулетіне жөн келтіріп, қоғам, жаңағы айналасын, ауылын, қоғам бәрін меңгеріп отырған жаңағыдай, бәйбіше, Бұқар жырау айтқан ғой, бәйбішеге жарасар еміздік деген сабасы дейді. Яғни қолында сабасы бар. Сол сабасы арқылы, яғни байдың дәулетін орынды жұмсай білген адамды қазақ бәйбіше дейді екен. Сонда мына Дулат Бабатайұлы айтады: бәйбішенің жақсысы аузынан май ағады дейді. Қараңыздар, аузынан май ағады дейді. Не деген сөз? Образ ғой бұл. Қол ашық деген сөз. Мына байдың тамағын қызғанбайды. Қазақта бір сөз бар: байдың асын байғұс қызғанады дейді. Іші тар, жаңағыдай кедей, іші асқа жарамаған, киімге жарамаған кейбір қатындар жаңағыдай бай адамға кез болады да, сол өзінің жармағандығын көрсетіп, бүкіл ауылды жаңағыдай тамақтан қаққан ғой бұрын. Жаңағы қымыздан, айраннан, сүттен. Бәйбіше аузына май ағып отыр, түсесіз бе? Алла бер, алыңдар. Неге? Өйткені біледі, шығыс болмай кіріс болмайды. Алаған, берген қолым алаған, түсесіз бе? Міне осы өмір сабағын жақсы меңгерген адамды қазақ бәйбіше дейді екен. Сіз білесіз бе, Жәңгір ханның әйелі өзі башқұрт па, татар әйелі болса керек, сол кісі бәйбішелер институтын ашқан ғой, білесіз бе? Бәйбішелер тәрбиелейтін институт ашқан. Арнайы дейсіз. Арнайы, өйткені бізде енді мына орыстарда бар институт благородных девиц дейді, яғни жаңағыдай бикештер тәрбиелейтін, мәрт, сондай бекзат бикештер тәрбиелейтін оқу орындары болса, ал енді ол неге ол Жәңгір ханның бәйбішесі осындай қадамға барды? Өйткені біліп отыр, елді ел қылатын, бай әрине малды табады, бірақ соны ұқсатып, соны орнымен жұмсайтын, бүкіл ауылды асырайтын, ешкім тарықтырмайтын, кемтігі болса толтыратын, кемшілігі болса болсатын, осындай бәйбішелер болған ғой қазақта. Сонда бәйбішелерді тәрбиелеу керек негізінен. Негізін бәйбіше қалай пайда болады дегенде, ол бір бала тапқан, екі бала тапқан қатын бәйбіше бола алмайды, кешіріңіздер. Ол үшін 10 бала табу керек. Неге? Өйткені Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, ішінен бала шықпай әйел кеңімейді дейді, сөз бе? Яғни әйелдің әулілікке жетуі аналық арқылы болады екен ғой. Сонда қазақтағы бар ғой, кең болсаң кем болмайсың дейді. Құдайдың жолына,
Құдай Алла тағаланың бет жүзіне қарамайды екен, малына да қарамайды екен. Алла тағала айтады, мен адамның бір-ақ жеріне қараймын дейді, ол оның жүрегіне қараймын, боямасы ықыласына қараймын дейді. Сонда жаңағыдай қазақ айтқан ғой, бір қатын тамағымен тойдырады, бір қатын қабағымен тойдырады дейді. Қазақ айтады, тамағыңды берме, қабағыңды бер дейді. Сондан осы жаңағы қабақ философиясы, жаңағыдай ықылас, ниет философиясы қазақты қазақ қылып тұрған. Сонда дүние ол қолдың кірі, қызмет те қолдың кірі, байлық ол қолыңа ұстаған мұз ериді де кетеді. Сонда өлгенде не өлмейді дейді, жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді. Міне сондықтан жақсы бәйбіше болу, жақсы бай болу, қайырлы бай болу, жақсы жігіт болу, еліңе пайдалы болу деген мәселелерді ана жолы бір медреседе балдырған бағдарламасымен оқытқан екен, балаларын ата-аналар келіп отыр. Ұлдарыңыз бар ма? Қолдарыңыз бір 50-60% қолда. Мен айттым, ұлдарыңызды не деп тәрбиелеп жатсыздар? Қандай мақсатпен тәрбиелеп жатсыздар десем, біреу айтады, енді жаңағыдай бала шағасын асырасын, жақсы жұмыс істесін дейді. Енді бір-екеу айтты ғой шамасы, негізінен бірде-біреу сондай дөба түсіп айтпады да, мен ұлымды ел үшін тәрбиелеп жатырмын деп айтпады, сөз бе. Шынымен де қазақта айтады, жаңағы ер дейді, ел үшін туады, ел үшін өледі. Кез келген ұлы бар әйел қазірден бастап ұлын тек қана осы мақсатта тәрбиелеу керек. Жаңа бақай есеп, қиқым бақай жаңа мақсатта тәрбиелемеу керек. Жақсы оқысаң, жақсы жұмыс істейсің, одан көп ақша аласың деген. Өйткені не бұл өзінің жаңа ұлының, қазақ айтады, ел үшін дейді, еңбек етпесе қолтығы сөгіліп адым ашылмайды дейді. Сондан боларында болып өт, бозорғада желіп өт дегендей, ер адам болу үшін, яғни осы өмірде кемелдікке келу үшін оны тәрбиелейтін әлбетте әке, ол еркек түздің көркі, көбінесе мал тауып түзде жүреді. Негізінен әйел үйдің көркі. Әйел тәрбиелейді, үйде отырып, мысалы. Егер әйел айтып отырса, мысалы, жаңағы кезінде ылғи айтамыз ғой, біз мысалы, Зери анамызды, Ұлжан анамызды, мысалы, осындай жаңағы кешегі Керей Жәнібектің анасы, мысалы, жау аттанғанда жаңа баласын айтқан аманат, балам оқ, артыңнан тимесін, алдынан тисін деген екен. Сіз ойлаңыз, сондай аналардан айтады ғой, алып анадан туады дейді. Ат беден туады дейді. Сондан осындай өр мінезді біз ал енді қазіргі жаңағы біздің жаңағы осы қоңырау шалған апаларымыз, замандастарымыз айтып отыр ғой, онда еркек қайда деп. Еркек ол көктен түспейді, айналайындар. Еркек тәрбиелеу керек, көрдіңіз бе? Жақсы әйел дәулетіңе жөн келтір дейді. Шалақын айтады, жақсы әйел дәулетіңе жөн келтір. Немесе айтады жаңағыдай, жақсы әйел түбінде ерін дейді, қан қылып шығарады дейді. Егер ерінің алдында еліп, сен батырымсың, сұлтанымсың, асыраушым сенсің жалғыз, тәңірдей көріп, мысалы, ерін құрметтесе, еркек ақындап, ол өзінің тарихи миссиясын, Құдай берген міндетін атқарады деп мен ойлаймын. Өйткені кез келген еркек тәрбиеге көнеді. Бұл енді қазақтан қалған жаңағы қасиетті бір баға жетпес алтын қағида. Сондан үмітті саройымға салынбай, абай айтады ғой, ісім өнсінде сің ретін тап дейді. Отбасында қысқасы бақытты болу үшін әйел өзінің орнын біліп, өзінің жаңағы әйел төмендеген сайын, қысқасы еркектің алдын төмендеген сайын бағасы көтеріледі. Міне менің негізі осы бабалардың мұрасын зерттегенде ұққан негізгі тәмсілім осы. Аға, енді Дулат ақын жалпы ағамыз бала тәрбиесі туралы не айтқан екен? Ол енді Дулаттың негізгі керемет сіз Еспенбет деген поэмасы бар, Дулат Бабатайдың. Сонда Еспенбет нағашылар тәрбиелейді. Содан бұл Еспенбет еліне қайтқысы келеді. Сонда Дулат Бабатай айтады, пышақ болмас. Сонда неге дегенде, өйткені жаңағы Еспенбет нағашыларында жүрсе де, оның жаңағыдай өзінің ел жоқ па, жер жоқ па, өзінің тегін аңсайды да. Өйткені көп адамдар оның тегін сұрайды. Жаңағыдай сонда Дулат Бабатайдың бір сөзі бар, Еспенбеттей ер қайда дейді. Сонда мына осы сөз, жалпы мынау Еспенбет поэмасы бұл ердің қандай болу керек екендігін көрсетеді, жаңағыдай. Ел үшін, сол кейіннен еліне қайтады, мысалы.
Сонда айтады ғой әлгі пышақ болмас жетесіз, өзі болған жігіттің тегін сұрап нетесіз дейді. Сонда мынау бұл поэмада жалпы ер қандай болу керек. Қазіргі кезде біз көбіне ру сұрап жатамыз, неге? Көбіне тарих үшін, өзінің тегінді білу үшін. Шын мәнінде өзін көрсеткен адамның тегін сұрау әбестік болып табылады екен. Неге? Ол өйткені өзін көрсетті. Өзін көрсеткеннен кейін ешқандай да оның тегін тексеріп, көбінесе қандай адамның тегін тексереді? Өзін әлі танытпаған күмәнді адамның қазақ тегін тексереді. Енді мынау Дулат Бабатайны қайтып оралатын болсақ, Дулат Бабатай айтады, орны жоқ жаманға есіктің алды төрмен тең дейді. Сонда мынау жаман деген ұғым алдымыздан тағы шығып отыр. Көбінесе бізде қазіргі кезде айтады ғой, есікте тұрып төрменікі дегеннен без дейді. Немесе қазақтағы айтады, кеше келген тоқалдар шөміш алып қоқаңдар дейді. Сіз ойлаңыз, бұның бәрі неге деген сөз? Мынау әркім өз орнын білу керек қой, қысқасы. Сонда мына Дулат Бабатай айтып отыр, орны жоқ жаманға дейді, есіктің алды төрмен тең дейді. Сонда мынау аяғы жаман төрді былғайды, аузы жаман елді былғайды дейді. Қазіргі кезде мынау қазақ қоғамының мықты болу үшін әркім өз орнын білу керек. Жақсылар төрде отыру керек. Жақсы дегеніміз бұл жерде элита деген сөз. Интеллигенция, Жоқ, интеллигенция міндетті емес, ол интеллигенция, элита. Интеллигенция дегеніміз бар жоғы ол интеллектпен жұмыс істейтін адамды интеллигенция дейді. Ол интеллектпен жұмыс істейтін, ол мысалы ұры, жаңағыдай хакерлерді болуы мүмкін. Олар өйткені интеллектпен жұмыс істейді ол. Интеллектпен жұмыс істейтін адам. Элита деген басқа. Элита дегеніміз ол малым жаным садағасы, жаным арым садағасы деп өмір сүретін адамды қазақ элита дейді, сөзсіз бе? Өзінің қазақ айтады ғой, жігіттің құны 100 жылқы, ары 1000 жылқы дейді, сөзсіз бе? Өзінің арын бәрінен жоғары қоятын. Қоң етінен ет кесіп алса да елін сатпайтын. Жаңағы қатын мен қатынның деңгейіне түсіп быжылдап ұрыспайтын. Қатын мен балаға жаңағыдай қорған бола білетін, керек кезінде кешірім жасайтын мәрт. Сондай адамды қазақ жақсы дейді. Сондан әркім өзінің орнын білу керек. Қазіргі кезде біздің қоғамдағы ең басты қандай қателік десеңіздер, немесе олқылық, ол мына совет үкіметі орнаған кезде осы қазақ қоғамында өзі қалыптасып қалған еді. Әркім өз орнын білетін. Бай, бәйбіше, тоқал, жаңағыдай, әркім өз орны бардың. Бала, мысалы, би жігіттің орны бардың. Мысалы, осы жырауларды оқып отырсаңыздар, дуатты отырсаңыздар, кімге не жарасады, бәрін айтып отырады да. Жазылмаған заңдары бар еді. Әркім өз орнында болу керек, мысалы. Мысалы, ол келіншекке не жарасады дегенде, келіншекке жарасар емшек деген болады. Негізі қазіргі кезде қазақ қоғамында бүкіл біздің қыздарымыз, келіншектеріміз қайда жүр? Оған ол мынау жұмысы жарасып тұрған жоқ қой. Неге? Оған жарасатын бірақ нәрсе бар. Келіншекке жарасар емшек деген боласы еді. Сіз ойлаңыз, баласын емізіп отырған келіншектен қандай сұлу құбылыс бар? Неге? Өйткені бұл өмір ғой. Бұл өсу, өркендеу. Міне сондықтан қазіргі біздің идеологиямыз кімге не жарасады? Бәйбішеге жарасар еміздік деген сабасы. Бейжігітке жарасар еліне тиген пайдасы. Міне осы мәселелерді біз айтуымыз керек. Ақсақалға жарасар тілеуқорлық айласы дейді. Міне сонда әркімге не жарасады, соны біз айтып, үнемі насихаттап отырсақ, қоғам тез түзеледі. Неге? Өйткені кейбіреулер айтады, осы айта берген не өнеді дейді. Мен шын мәнінде мәселе айтудың кемшілдігінен. Неге? Өйткені айту бар, есту бар. Көп адам естімейді ғой, сөзсіз бе? Тоқитын сана бар. Осыны ақпа құлаққа айтсаң ағып кетеді, құйма құлаққа айтсаң құй болады дейді. Жақсы сөз естіген, жақсы сөз жүрегіңе кірсе, ол сені түзетеді, сөзсіз бе? Сен жабайы жүрегің енді адамның жүрегіне айнала бастайды, сөзсіз бе? Рахмет аға, студиямызға келіп, алтын уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет, ардақты ағайын. Бүгінгі студиямыздың қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза болатын. Тақырыбымыз Дулат Бабатайұлы және қазақ отбасы деп аталатын. Бағдарламамыздың дыбысын қадағалап әнмен әрлеген әріптесім Балу Атқанқызы болатын. Ал микрофон алдында Ақбота Қанайқызы, ардақты ағайын, Шалқар ұлттық арнасы әр шаңырақта қосылу болсын. Бізбен әрдайым бірге болыңыздар. Жаңа маусымда жүздескенше дейміз, немесе әуе толқында қайта қауышқанша. Аман болыңыздар.